Сыздық қызы Жаңылысхан 1948 жылдың 17 наурызында оңтүстік Қазақстан облысы Қызылқұм ауданында дүниеге келген. Саналы ғұмырын адал еңбекпен өріп, отбасы мен ұрпақ тәрбиесін қатар алып жүрген ардақты ана, аяулы жар болды. 1966 жылы Әбілқасымұлы Бұғыбай әкемізбен шаңырақ көтеріп, өмірге 6 қыз бір ұл әкеліп, барлығына тәлімді тәрбие мен өнегелі жол көрсетті. Ұлын ұяға, қыздарын қияға қондырған асыл ана, 22 немере мен бір шөберенің маңдайынан иіскеп, үлкен әулеттің ақылшысы мен берекелі ұйытқысына айналды. Тәрбиелеп өсірген қыздарының барлығы ғылым жолын таңдап, ғылым кандидаттары мен докторлар атанды. Ұлы Ербол бүгінде қара шаңырақтың иесі ретінде Шәуілдір өңіріндегі Талапты ауылдық округінің әкімі қызметін абыроймен атқаруда. Бұл дегеніміз ата-ана тәрбиесінің отбасыдағы білім мен тәртіптің, еңбек пен өнегенің айқын жемісі еді. Анамыз еңбек жолын 1965 жылы сауда саласында бастап, жолдасының қызметі мен оқуына байланысты еліміздің өңірлерінде абыройлы еңбек етті. 1966-1981 жылдары Көкмардан ауылындағы бірнеше дүкеннің меңгерушісі қызметін атқарды. 1981-1983 жылдары аудандық тұтынушылар кооперативінің көтерме сауда базасының директоры, 1983-1986 жылдары Арыс жұмысшылар кооперативінің директоры болды. Ал 1986-1996 жылдары аудандық қоғамдық тамақтандыру мекемесін басқарып, іскер басшы, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары азаматша ретінде ел құрметіне бөленіп, өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлесін қосты. Шымкент кооператив техникумын бітіріп, қоғамдық жұмыстарға белсене араласты. Қазақстан кооператорлар съезінің облыстық партия комитеті конференциясының делегаты болып, аудандық кеңеске бірнеше мәрте депутат болып сайланды. Ерен еңбегі үшін КСРО сауда саласының үздік атағына ие болып, Қазақстан кооператорлар одағының облыстық партия комитеті мен атқару комитетінің құрмет грамоталарымен марапатталған. Сонымен қатар батыр ана атанды. Соңғы 25 жылда мал шаруашылығына ерекше көңіл бөліп, берекелі тірліктің басында жүріп, отбасының ырысын арттырып, кейінгі ұрпаққа еңбекқорлық пен төзімділіктің үлгісін көрсетті. Отбасының тірегі болған Әбілқасымұлы Бұғыбай әкемізде саналы ғұмырын білім саласына арнаған ұлағатты ұстаз еді. 1964 жылдан мұғалім болып еңбек жолын бастап, 1973-1992 жылдары Көкмардан және Ибрагимов атындағы орта мектептерде оқу ісінің меңгерушісі қызметін атқарды. 1992-2007 жылдары Көкмардан орта мектебінің директоры болып еңбек етіп, абыройлы зейнетке шықты. Сыздық қызы Жаңылысхан анамыздың жарқын бейнесі, парасатты болмысы, қайсар мінезі, адал еңбегі мен өнегелі өмір жолы туған туысқандарының және артында қалған барша ұрпақтарының жүрегінде мәңгі сақталады. Анамыздың адамдық мұрасы, тәрбиесі мен тағылымы кейінгі ұрпаққа әрдайым үлгі болып қала бермек. Өмірден өтіп, жұмаққа жетіп, жайланғандар қаншама. Анасын сағынғандарға арнайы сағыныш басатын жырым. Келмесіне кім қияды анасын, түс көргендей болып пенде қаласың. Анаң ғана мәңгі өмір сүрердей жаулайды екен перзентінің санасын. Мейлі анаң 100-ден асып кетсе де, кәрілігі қуып жүріп жетсе де, перзент үшін қартаймайды анасы, қиындықпен сынақтардан өтсе де. Асыл ана, жүзің нұрлы күн едің, шаңырақтың мерекесі гүл едің. Сабырлы едің, қадамы бар салмақты, мейірімге бөлеуші едің жан жақты.
барлық балам болса екен деп қасыңда, барлықтарын теңеп қойып асылға, бәрін бірдей көре алатын анашым, жасыңызды жетсе деп қасырға. Тазалықты сүйген еді жанындай, таза жүрек қалай тұрсын сағынбай. Сағынамыз, езеуреген кезіңді жүр алмаймыз, бұл тағдырға бағынбай. Кеттің ана, жұмағыңа білеміз, дұға тілеп еске алып жүреміз, ақ жаулығың исіңізді сіңдірген, соны иіскеп, аңсап кейде жүреміз. Даусың сенің естілгенді жібідік, сол даусыңды іздеп жаным түңілдік. Жадыраған жаның жаздай көрінген жансыз бейне суретіңе үңілдік. Жап-жарық-ай, сендей сұлу болмаған, ұнамай тұр бұл тыныштық орнаған. Өзің барда шолдаған немерең тып-тыныш боп есейгендей таң қалам. Ана жаным, ақ жүрегің кең еді-ау, қиналсаң да еш білдіргің келмеді-ау. Сіздей мықты бола алмаймыз, анашым, жоқ дегенге бала жүрек сенбеді-ау. Жаным, анам, жалған өмір мәңгі емес, пәк жүзіңдей елестеді таңғы елес. Тек жақсылық оймен ғана жүргенім, сізсіз өмір өтер бір